Лайк басқаннан неге аясыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бісміллә деп көтеріп, лайк басып бермейсіздер ма? Комментарий жазып. Назарбаевтың және оның айналасын тұтасымен ақшаға, қарызға буып, бүкіл қазақтың байлығын жаңағы кепілге қойдырып, бүкіл Назарбаев әулеті бізді сатып болды. Оны болашақта мына жаңа Қазақстан құрғанда Қытай ырсиып алдымызға келеді. Сен мұнша қарызсың, ана Қызылордаңды мұнша миллиардқа сатып жіберген, Шымкентіңді 10 миллиард долларға сатып жіберген, Түркістанды 20 миллиард долларға сатып жіберген, мұна Шығыс Қазақстаныңды 30 миллиард долларға, Семейіңді 10 миллиард долларға деп Қытай келеді. О кезде енді халықаралық соттың көкесі болады енді. Сол кезде біз тағы Қытаймен соттасамыз, Назарбаевтың әулетіне бердің ба, Назарбаев әулеті қайтарады. Немесе Назарбаевты бүкіл жер әлемнен іздеу салып, соны біз алып келгеннен кейін барып саған төлейміз дейміз бе, 200 жылға, 300 жылға созбақтатып Қытайды жаңағы сөйтіп созбақтап өлтіреміз бе? Бірақ Назарбаев иттің баласы қол қойып бүкіл қазақтың байлығын, газын, мұнайын, алтынын, күмісін, анау мынау бірақ кепілге қойып, ең қысқасы тау, тасымыз, өзен, көліміз, суымызға дейін кепілге қойып, иттің баласы тұтас әулетімен қазақты Қытайға сатып болды. Оны сұраған бір депутат жоқ, бір интеллигенция жоқ, бір журналист жоқ міне. Міне сұмырайлық деген осы. Енді сол қарызға, міне сол Қытайда сол Дэн Сяопиннен басталып Қытайды байытты дедік қой, міне. Одан кейін Жан Зимин байытты, одан Ху Цзиньтау байытты. Енді мынау келді де, келіп жаңа тарс тұрс, марс тұрс, жаңағы Америкамен қатынасты ең төменгі шекке барды. Енді Америкамен Қытай қатынасы енді оңалуы қиындау. Енді тағы бір Қытайшыл, тағы бір Киссингер сияқты біреулері шығып, тағы бір Обама сияқтылар шығып, ойбай сол Қытаймен ақшамыз керек деп жаңа Қытайды сөйтіп ақырын бай Қытайды көбейтіп, буржуаз Қытайды қалыптастырып жүріп, Қытайды ақырындап демократияластырамыз деп, сол Қытайда мүдделерін ойлайтын сондай біреулер шығып, аяқ астынан Қытаймен қарым-қатынас жақсармаса, міне 2 күн 3 күн болды, жаңағы Қытайдың Шыңжаңдағы ұйғыр қазақты мәжбүрлеп жұмысқа салатын ұйғыр форсиді лабор заңы, жаңа мәжбүрлі еңбек заңы деген заң іске қосылды, міне 2-3 күн болды. Енді ол заң бүкіл Қытайдан, Шыңжаңнан сол мәжбүрлі еңбекпен келетін киім-кешек, мақта, помидор, мына күн батареясы тақтайшалары, тағы басқа соған қатысты бүкіл тауарларға енді тиым. Дүниежүзілік тиым. Енді аяқ астынан жаңағы Қытайдың Еуропа істері жөніндегі бөлімінің Еуропаны барып, шырайын алып, кешір деп тоңқаңдап, біз бұдан кейін мына дипломатиялық жақта достықты дәріптейміз, Еуропа біз үшін өте маңызды, жаңағы біз екі жақты сауда қатынасын жоғарымыз, Еуропа үшін алғанда Қытай Америкадан да маңызды экономикалық серіктес деп. Енді Қытайдың Еуропаға салған саудасы, салығы, тауар айналысы Еуропаның көп елдерінде Америкадан да жоғары екен. Соны айтып, енді Америкадан гөрі біз саған жақынбыз, біз сенің бүкіл нарығыңды киім-кешек тауармен қамдап тұрмыз, біз сенің бүкіл тауарыңды біз сатып алып жатырмыз деп, әсіресе мысалы Еуропа елдерінің біразының жаңағы ірі өндірістік техникалар Қытайда өнеді. Мысалы, мынау Jetta, Santana дегендер Қытайда өнеді, бүкіл Siemens Қытайда өнеді, бүкіл Германияның медициналық аспаптар дүниесін жаулаған Қытайда өнеді. Сөйтіп біздің осы Қытай енді Еуропаның сауда серіктестік дәрежесі Америкадан да жоғары. Еуропа-Америка қатынасына қарағанда Еуропа-Қытай қатынасы әлдеқайда жақсы дегенді айтып, бүкіл Еуропаны шетінен осы бала күндегі айтшылаған ақсақалдар ұқсап шетінен қыдырып шықты. Қыдырып, мына басынан бастап, ана басына дейін. Сол жаттап алған бір сөз, жаңағы арсылдап тұрған несі жоқ. Енді бұны тыңдап отырып, бұл Қытай немене арсылдақ дипломатиясынан бас тартты ма? Анау Еуропа есін жисын, Қытай менен жаңағы дұрыстап сөйлессін деген Еуропаға қаратып қатаң ескертулер, тіпті ана елшісін шақыртып аламыз, мына жердегі не болатын болса бүйтеміз деген ескертулер жоқ. Сөйтіп қайтадан маймын күледі. Енді осы әңгімені қарап отырып,
Мені бұны тыңдағаныма 2 күн болды. Менің басым қатып кетті. Сонда бұл Қытайда маушылдық, әсіре солшылдық, үстем сыртқы арсылдақ төбет саясатын қолданатын Ши Цзиньпиннің ырықсыз орынға түсіп, мынау өндірісті дамытамыз, батыспен ұстаспай, біртіндеп байып дүниені жаулаймыз дейтін саясаты, коммунистік саясат, экономикасы капиталистік экономика болатын, осы жолдан айнымаймыз дейтін Ли Кечаңның саясаты жеңіп, Ши Цзиньпин біртіндеп шетке қалып, Ли Кечаң сыртқы дипломатияны ұстап кетті ма Қытай премьері деген бір ой туып қалады. Ал енді бұндай ойға сенейін деп отырсам, осы жаңа сіздерге осы лекцияны сөйлерден 1-2 сағат бұрын Пакистандағы Қытайдың бір қатшысы, ол қайтадан жаңа арсылдақ дипломатиясын сөйлей қапты. Енді Пакистан маңызды емес, өз жердегі елші де маңызды емес дейін десең, қазіргі Қытайдың арсылдақ дипломатиясының нөмір 2 адамы Жау Лижан деген сол Пакистанда елші болған жынды. Баяғыда Қазақстанда елші болған Жан Қанқұй деген, мына бүкіл Қытай диаспорасы Омарәлі Әділбек, Дүкен Мәсімхан, Мұқан Мамытхан дегендерменен жаңа осы білек айқастыры бар ақшатын Жан Қанқұй деген қазір сыртқы істер министрлігінің орынбасар министрі дәрежелі бір жоғары лауазымдысы болып кетті. Оның қасында Пакистан деген елеусіз ел. Енді соның жай бір Твиттерде жүретін, Твиттерден бір өзінде қанша 10 миллион ба 12 миллион подписчигі бар Жау Лижан деген сол ағылшынша оттап пост жазып жүріп Ши Цзиньпиннің көзіне түсіп, ол бірден сыртқы істер министрлігінің баспасөз баяндамашысы болып кетті. Уаң Yi енді ол нағарсылдақ дипломат болды. Баяғыда Қытайдың Мау кезіндегі Қанішер Джунлай дегеннің жаңа некесіз неден балған баласы. Одан мынау әне біреу бір сұмырай қатын бар, атын ұмытып отырмын, кім еді? Хуачун Емет, кім еді? Әне біреу бір қатын бар ғой, осы өтірік айтқанда көз бет жыплық-жыплық етіп кетеді. Шинжаң мәселесінде айтады ғой, Шинжаңдағылар, жақсы, сендер Шинжаңға келдіңдер ме, көрдіңдер ме да, бірақ тілшілер сұрайды, бізді жібер, барайық десе, көз жыплық. Енді сол Жау Лижан шыққан Пакистан ғой ол. Пакистан қазір Қытайға маңызды, себебі Гуадар портын алды. Гуадар портынан мұхиттан мұнайды алып келіп, Гуадар портына сап, одан Қашқарға тіке тасып, Қашқардан Поскам деген жерде мұнай өңдеу зауыты бар. Оңтүстік ұйғырлар жасайтын мынау Такламакан шөлінің ішінде. Сол Поскамға барып шикі мұнайды өңдеп жатыр. Алдымен теңіз арқылы Пакистанның Гуадар портына келеді. Гуадар портынан тасып Қашқарға алып келеді. Қашқардан Поскам деген құмның ішіндегі анау атом сынақ жасайтын жерге жақын жердегі мұнай өңдеу зауыттары бар. Соған алып келеді.